Әлемдегі ең өтімді және ең көп таралған тағам түрі макарон екен. Италияда оны паста деп атайды. Ол макаронның оны деген мағынаны білдіреді. Ал егер жыл сайын итальяндықтардың жейтін макарон бір түзу сызықтың бойына қойса, оның ұзындығы 600 миллион километр болатын еді. Бұл дегеніңіз жер шарын 15 мың рет айналып шығуға жететін ұзындық. Қызық екен, бірақ өз басым қазақ болып туғаныма қуанам, мақтанам. Макарон емес, ет жеп, қымыз ішіп, ат үстінде өскен халықпыз ғой. Әрине, ет демекші қазақ етті ең көп жейтін ұлттардың көшін бастап тұрғаны бәрімізге белгілі. Және әрбір қазақстандық статистикалық мәліметтер бойынша орташа есеппен жылына 50 келіден астам ет жейді екен. Сенесің бе? 50 келі дейсің бе? Енді дұрыс қой, енді бірақ қазы қарта, жал жая, ет асамыз, қуырдақ жасаймыз. Және халқымызда бір ғана қуырдақтың бірнеше түрі бар екен. Қара қуырдақ, ішек қарын қуырдақ, сүрет қуырдақ, бірақ осылардың ішінде ең ерекшесі бал қуырдақ болар. Ал оны қалай дайындауға болатынын келесі бейнематериалдан көрейік. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бал қуырдақ. Мұның басқа қуырдақтан ерекшелігі балғын етті сары майға қуырады және оған сүттің бетінен түскен қаймақты араластырады. Өте жұғымды, жүрекке көп тимейтін, бүгінде ұмытылып бара жатқан осы ұлттық тағамды қазір бізге Раушан ханым дайындап бермек. Мен бүгін сіздерге қазақтың ұмытылып бара жатқан тағамын көрсетемін. Ең біріншіден жас малдың, жас қойдың етін аламыз. Одан кейін бал қуырдаққа қосатын тағамдарымыздың бірі кәді, одан кейін қызанақ, одан кейін пияз, одан кейін қызыл пияз, ащы бұрыш, қара бұрыш, тұз. Бал қуырдақтың негізгі дәмін кіргізетін кілегей, одан қолдың қаймағы. Ең бірінші жас малдың етін тураймыз. Етті турап болдық, енді бұл етті сары майға қуырып аламыз. 10 минут қуырылғанша біз мынау дәмді тағамдарды дайындай береміз. Ерте заманда бал қуырдақты кез келген отбасының жасап жеуге жағдайы келмеген. Өйткені бұл тағамды дайындау үшін марқа, лақ, құлын, бұзау, бағылан сияқты төлдердің еті қажет. Айта кететін жайт, өте сыйлы қонақ келгенде бал қуырдақ жасап беру үлкен құрмет болып саналған. Етіміз қуырылып жатыр. Етке қазір біз туралған пияз бен кәдіні қосамыз. Ал енді бал қуырдаққа тұзы мен қара бұрыш қосамыз. Ал енді бал қуырдаққа қызанақ қосамыз. Одан кейін ащы бұрыш қосамыз. Бал қуырдағымыз дайындалып жатыр. 10 минуттан кейін кілегей мен қаймақты қосамыз. Қазақ халқы әрдайым осылай ақ дастарханын жайып қонағын күткен. Біздің де бал қуырдағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.